Аяқтарыңызды 80-90 жаста мықты сақтағыңыз келе ме? Онда осы тағамдарды тұрақты түрде тұтыну маңызды. Себебі дәл қазір аяқ бұлшықеттерінде болып жатқан өзгерістер өмір сапасына әсер ете бастайды. Орындықтан тұру біртіндеп қиындай бастайды. Баспалдақпен көтерілу кезінде ентігу пайда болады. Алғашында бұл байқалмайды. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгереді. Қысқаша қашықтыққа жүгірудің өзі шаршатады. Тепе-теңдік әлсірейді, қозғалыс сенімділігі төмендейді. Бұл жай ғана қартаю емес, бұл саркопения, яғни бұлшықет әлсіреуі. Ол 50 жастан кейін көп адамда пайда болады. Ең алдымен аяқ бұлшықеттері әлсірейді, соның салдарынан құлау қаупі артады, қозғалу қиындайды, сенімділік азаяды. Дегенмен бұл процесті баяулатуға және жақсартуға болады. Жаттығу маңызды. Бірақ дұрыс тамақтануда өте үлкен рөл атқарады. Дұрыс тағамдар бұлшықетті қалпына келтіріп, қабынуды азайтып, күш пен тұрақтылықты арттырады. Аяқтың мықты болу үшін пайдалы 6 тағам бар. Тәтті картоп ұзақ уақытқа жететін энергия береді. Оның құрамында күрделі көмірсулар бұлшықетке тұрақты қуат береді. Сонымен қатар ол А дәруменіне бай. Бұл қалпына келуді жылдамдатады. Калий бұлшықет құрысуының алдын алады, табиғи қосылыстарды қабынуды азайтады. Сұлы тұрақты энергия көзі болып табылады, ол күні бойы шаршауды азайтып, күшті сақтауға көмектеседі. Құрамында өсімдік ақуызы бар, ол бұлшықетті қалпына келтіреді. Темір бұлшықетке оттегін жеткізеді. Магний құрысуды және қаттылықты азайтады. Авокадо буын мен бұлшықетті қорғайды. Оның пайдалы майлары қабынуды азайтады. Калий бұлшықеттің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Е дәрумені қалпына келуді жақсартады. Жидектер бұлшықетті зақымданудан қорғайды. Олар антиоксиданттарға бай. Бұл заттар қабынуды азайтып, қалпына келуді жылдамдатады, қан айналымын жақсартады, бұлшықетке қорек жеткізеді. Лосось бұлшықетті қалпына келтіруге көмектеседі. Ол сапалы ақуызға және омега-3-ке, майға, қышқылдарына бай. Бұл заттар қабынуды азайтады, қан айналымын жақсартады және буындарды қорғайды. Жұмыртқа бұлшықет үшін ең толық тағамдардың бірі. Оның құрамында барлық қажетті амин қышқылдары бар. Д дәрумені күш пен тепе-теңдікті қолдайды. Холин бұлшықет пен жүйкеге байланысты, яғни екеуінің байланысын жақсартады. В дәрумендері энергияны сақтауға көмектеседі. Бұл тағамдарды күн сайын бірге жеу міндетті емес. Ең маңыздысы тұрақтылық. Оларды апта бойы үйлестіріп қолдануға болады. Мысалы, сұлы мен жидек немесе балық пен авокадо. Дұрыс тамақтану ағзаны қуаттандырады, ал қозғалыс сол қуатты іске қосады. Жеңіл жаттығулар жүру немесе созылу бұлшықетті нығайтуға көмектеседі. Мықты аяқ бұл тепе-теңдік қозғалыс және тәуелсіздік. Күнделікті шағын өзгерістер уақытты өте үлкен нәтижеге жеткізеді. Сол себепті міндетті түрде аяғымызды сақтайық. Келесі кездескенше сау бол. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.